Видеоға оралдық. Біз достар қазір даланың қараңғы болғанын күттік. Достар қазір дала өте қараңғы. Достар бізде даже светтер жағылып жатыр. Мен енді қазір кеш болғандықтан үйдің іші тусклый болып тұрады. Енді қазір кейбір бөлмелердің светін сөндіріп тастап іздейтін боламыз. Әсіресе анау ұйықтайтын бөлмені достар светін сөндіріп тастап сол жақта іздейміз. Қазір енді ислам, яғни блогер Иско тығылады. Одан кейін мен тығыламын. Достар, сонда бізде 4 раунд болды. Қазір мен уже уақытты қосамын. Ендеше видео қазір блогер Исконың уақыты болған кезде кеземіз. Видеоға оралдық. Достар, мен барынша жай сөйлеуге тырысып жатырмын, достар. Сіздерге естіліп жатырмын деп ойлаймын, достар. Сосын освещение болмай тұрғанда сізден көптен көп кешірім сұраймын. Менің дауысым жақсы естіліп тұр деп ойлаймын. Мен айнаға қарап тұрғанда жоқпын, достар. Қарап тұрған жоқпын. Мен барынша осы жақта тұрмын. Қазір енді блогер Исконың уақыты болған кезде точно кездесеміз, достар. Исконы іздеуге шықтым. Қазір біз, достар, мен жаңа айтқандай, біз ең бірінші спальный бөлмені қараймыз, бірақ біз, достар, ол жақты, яғни свет қоспай қараймыз. Достар, мен сіздерге спичка қосып алайын. Жақта жоқ. Егерде артық дауыстар естіліп жатса, онда сіздерден кешірім сұраймын. Қазір мен ана жақтағы бөлмені қараймын. Яғни кіреберісті. Ой, достар, бұл жақтарда міне ештеңе жоқ. Күрткілердің арасын қарап шықтым, міне. Достар, жоқ екен. Қазір енді ас үйді қарауға барамыз. Достар, үйде қаралдық. Мен сіздерге дауыс естілмес үшін есікті жауып қойдым. Достар, алдындағы жерді қарайық. Бізде бұл жақта столдар әрдайым қысылып қалады. Достар, бұл жақта ешкім жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Достар, бізде ас үйде тамақ пісіп жатыр, сондықтан мен барынша абай боламын. Мен бұл жақта басқа тығылатын жерлер жоқ. Шкафтарды қарап шығайық. Достар, міне ештеме жоқ. Бізде бұл жақта барлық тамаққа қосылатын заттар. Міне бұл жақта да полка тек қана, достар, 2. Ай, достар, освещение өшіп сапын. Ортаңғы бөлмені бізге, менің ойымша, дұрыстап қарау қажет. Менің ойымша, мен, достар, осы дененің астын қарамаған секілдім, бірақ бұл жақта ешкім жоқ, достар, өкінішке орай. Достар, мен блогер Исконы таптым. Ол, достарым, кіреберісте мына жерде отырған екен. Мен шыға берсем болады, блогер Иско. Қазір, достар, шығғаннан кейін видео жалғастыратын боламыз. Мінекей біз, достар, блогер Исконы таптық. Ол міне осы столдың астында тығылған болатын. Өте кішкентай жерлерге тығылған болатын, бірінші раундта да, екінші раундта да. Иә, достар. Tu étais, aime-moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne.